Сабақ үстінде сіз мынандай тапсырма берген едіңіз. Кімде-кім өзінің таныстарына хабарласып, 15 минуттың ішінде қарызға ақша сұрайды, және де ең көп ақша тапқан адамға 50 мың теңге сыйлық берген едіңіз. Содан кейін сіз осының себебін түсіндіріп кеткеніңіз маған өте қатты әсер етті. Сол туралы қазір айта кетсеңіз. Негізі қарыз сұраған ұят емес, қарызды қайтармаған ұят деп санаймын. Ол жерде мен бірінші олардың өздерін қандай ортамен қоршағанын және қаншалықты ақшалы адамдармен қарым-қатынаста екенін анықтадым. Бірінші. Екінші, байқасаңыз ол жерде 50% ақша сұрауға қысылып ұялып отырды, 50% тәкаппарланып отырды. Бірақ кредит алуға келген кезде ешқайсысы ұялмайды да тәкаппарланбайды. Бізде қалай, қарыз десең жаман естіледі, ал инвестор тарту, кредит алу, рассрочка алу десең жақсы естіледі. Хотя сол бір нәрсе. Просто сол кіріп жатқан қарыздарын қарайтын болсаң, 99% жай ғана өзінің жан қалауының құмарын қандыру үшін алдағы уақытта ешқандай пайда әкелмейтін қарыздар. Сол пайдасыз қарыздардың кесірі қазіргі уақытта да и алдағы уақытта да өзінің зиянын өте қатты тигізеді. Алла сақтасын, ешкім темір емес қой. Жақыныңа бір жағдай болып қалатын болса, балаңа ауырып қалатын болса, ата-анаңа ауырып қалатын болса, сен сол кезде тәкаппарлығыңмен бүкіл ұятыңды, ар-намысыңды жинап қойып, қарызға плотно кіресің да, сол кезде сен екі жүк арқалайсың. Қазір осылай жүріп, ертең аянышты халде ақша сұрағанша, абыройлы ақша сұрайтындай болсайшы, сен ақша сұраған кезде қуана-қуана саған өзі бергісі келіп тұратындай, сенен екі есе қайтатын, біліп тұратын болсын да ол адам. Сен ана қолыңдағы қымбат телефонды арзанға ауыстыр да, таксовать етіп жүрген машинаңды сатта 40-50 мың теңгеге көзіңді ашатын бір біліміңді ал да, аз ақшамен болса да бір нәрсе бастасайшы. Мен мысалға 70 мың теңгемен бастағанмын. Егер неден бастарыңды білмей жүрсең, маған кел, ең саған кәсіп бастағандағы фундаментальный білімді берем, қолыңа формулаңды берем, сол формуланы қолданасың, мышлениеңді өзгертем, және бір жеріңе үйіп төгіп мотивацияңды берем. Аласында Ұлан Құрманғалиевтің сала таңдау каналынан сала таңдайсың. Одан ары қарай Ақсұлтан Қалиевқа барасында маркетинг стратегияны аласында бисмилля деп бастайсың. Сен бірінші осыны істеп алсайшы, сосын барып ана диванда жатып алып Марғұлан Сейсенбайды, Оскар Хартман, Радислав Гандапас, Роберт Киясакиларды тыңдайсың. Оларды саған тыңдау әлі ерте. Сен бірінші мектеп оқымай жатып докторантура қорғауға асықпай қой да.